армысыз оқырман қауым. Нұр-Сұлтан қаласы халықаралық бакалавриат бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің YouTube арнасына қош келдіңіз. Бүгінгі айтарымыз Шыңғыс Айтматовтың Ақ кеме әңгімесі жайлы болмақ. Қазақ пен қырғызға ғана ортақ емес, адамзаттың Айтматов атанған ұлы атамыз бұл туындысын 1970 жылы жазған. Оқиға Қырғызстанда өтеді. Әңгіменің басты кейіпкері 7 жастағы жетім қалған бала. Оқиға өтетін орын ыстық көлдің жағасында қорғалатын табиғат аясы. Қордың тұрғындары сияқты туындыдағы кейіпкерлер саны да онға жетпейді. Жетім баланың жалғыз жанашыры атасы момын. Баланың достары да өмірде қуанышы да жоқ. Ойларын, армандарын өлі табиғатқа, тасқа, дүрбіге айтады. Бала жоғалып кеткен әкесін сағынады, көруді армандайды. Түсіне кіреді, өңіне елестейді. Бір күні ақ киімімен келеді деп ойлайды әкесін. Атасы момынның айтып беретін ертегісі оған қатты ұнайды. Ертегі киелі ана бұғы туралы. Адамзаттың тірі және өлі табиғатқа деген жауыздығы жоғалып бара жатқан бұғы бейнесінде ашылған. Жақсылық пен зұлымдық, сүйіспеншілік пен жек көрушілік, ақыл мен ар-ұждан шайқасқа түскен жер беті, періште баланың өмір сүрер ортасы емес екенін оқырман қинала мойындайды. Соңында панасыз қалған бала өмірі трагедиямен аяқталады. Асыға күткен ақ кемесіне еріп кетеді. Хикаяттың мақсатты аудиториясы барлық оқырман қауым дей аламыз. Шынайы өмір мен баланың өзі қалаған өмірін ой әлемінде өрбітуі кімге қызық болмасын. Оқырман досым, төл әдебиетімізді тамсана оқиық.